Кез келген өркениетті елдің өз конституциясы бар. Ол әрине заңды. Себебі заманауи мемлекеттің өз конституциясының болуы ол керекті және маңызды. Өйткені бұл құжат сол мемлекеттің дамуының негізгі қағидаларын, қызметтерін белгілейді дейміз. Сонымен қатар конституция сол елдің мемлекеттік органдарының жүйесін қарастырады дейміз. Одан кейін адамның құқықтары мен бостандықтарын белгілейді дейміз. Сондықтан да конституция сол елдің негізгі заңы болып табылады дейміз. Енді жалпы конституция ұғымына келетін болсақ, бұл ұғым латын сөзінен аударғанда орнату, бекіту деген мағынаны білдіреді. Енді ең бірінші алғашқы бұл ұғым ежелгі Римде пайда болған. Ол жерде императордың нормативті құқықтық актілерін конституция деп атаған. Одан кейін мемлекеттің негізгі заңы ретінде конституция 1787 жылы ақш-та пайда болған дейміз. Енді қазіргі таңда конституция жоғарғы заңды құжаты бар, жоғарғы заңды күші бар құқықтық құжат болып табылады. Ол мемлекеттің қоғамның дамуының негізгі қағидаларын бекітеді, адам мен мемлекет арасындағы ара-қатынасты белгілейді және мемлекеттік органдар жүйесін қарастырады дейміз. Енді біздің Қазақстан Республикасы конституциясы да негізгі заңымыз болып табылады, біздің ата заңымыз болып табылады. Сонымен қатар ол тарихи құжат болып есептеледі. Неге тарихи құжат? Себебі біздің конституцияда біздің егемендік пен тәуелсіздік белгіленген. Және біздің конституцияның маңызы оның функциялары немесе қызметі арқылы айқындалады дейміз. Сол сияқты оның бірнеше функциясы бар. Ол заңи функциясы, әлеуметтік, экономикалық, идеологиялық, саяси функциялары. Енді заңи функциясын айтатын болсақ, біздің конституция бүкіл құқық салаларына негіз болып табылады және бүкіл құқықтық нормативтік құқықтық актілерге де негіз болып табылады дейміз. Неге? Себебі кез келген нормативті құқықтық акт біздің конституцияға сәйкес немесе конституцияның негізінде қабылданады дейміз. Және бүкіл құқық салаларына ол да қайнар көзі болып табылады конституция. Енді саяси қызметі оның саяси құрылымымен анықталады дейміз. Себебі біздің конституцияда биліктің үш тармағы көзделген. Ол заң шығару, атқару және сот билігі. Осы биліктерде мысалы айтайық президент және парламентті қарастырады дейміз. Ол да саяси реттеудің бір тармағы дейміз. Енді идеологиялық қызметі конституцияның оның идеологиялық плюрализмде немесе әралуандылықта белгіленеді дейміз. Енді сіздер білесіздер, біздің Қазақстан Республикасының конституциясында айтылған және танылады, кез келген азамат өзінің ойын, өзінің идеясын дербес беруге айтылған мүмкіндіктері қарастырылған дейміз. Сондықтан біздің республикада идеологиялық әралуандылық танылады дейміз. Сонымен қатар конституция әлеуметтік қызметі бар дейміз конституцияның. Ол енді конституция бізде халық үшін жұмыс жасайды дейміз, әрекет етеді дейміз және халықтың мүддесін қорғайды дейміз. Сол сияқты біздің конституцияда 3-ші бап бар. Ол бапта айтылған биліктің бірден бір қайнар көзі ол халық болып табылады деп. Сонымен қатар бізде конституцияның экономикалық маңызы да бар дейміз. Ол енді 6-шы және 26-шы баптармен белгіленеді дейміз. Ол жерде айтылған, біздің Қазақстан Республикасында жеке меншікпен қатар мемлекеттік меншікте тең танылады және қорғалады делінген. Енді Қазақстан Республикасының конституциясында бізде негізгі қағидалар қарастырылған. Оны айтатын болсақ, қазақстандық тәуелсіздік, ұлттың бірлігі, келісімі және бейбітшілік, одан кейін индустриялық инновациялық негізде экономикалық өсу, жалпы қазақстандық патриотизм, одан кейін ұлттық қауіпсіздік сияқты қағидалар белгіленген дейміз. Сонымен қатар осы жерде Қазақстан Республикасы конституциясының маңызына тоқталатын болсақ, өте зор дейміз. Біріншіден, ол конституция бізді бүкіл әлемдік қауымдастықта лайықты орын алуға ықпал жасады. Қазіргі таңда білесіздер, осы конституцияның арқасында бізді Қазақстан Республикасын бүкіл әлемде дербес, сондай беделі бар іскер
әріптес ретінде таниды дейміз. Екіншіден, біздің конституция халықтық деп айтамыз, өйткені оның авторы халық болып табылады. Жаңағы айтып кеткен 3-ші бап соны дәлелдейді дейміз. Үшіншіден, конституция бізде осы елімізде көптеген маңызды реформалар жасауға бағыт берді дейміз. Ең бірінші ол нарықтық экономика құруды, одан кейін демократиялық елдің негіздері қаланды деп айтамыз. Төртіншіден, Қазақстан Республикасы Конституциясы барлық құқықтық жүйенің негізі бола тұра, мемлекетте бір қалыпты дамуды көздеді деп айтуға болады. Енді біздің көпұлтты елде Конституцияда белгіленгендей ұлтына, тіліне, нәсіліне, жынысына, оның әлеуметтік жағдайына, барлығына теңдік кепіл береді дейміз. Енді биыл біздің Қазақстан Республикасы Конституциясына 25 жыл толып отыр дейміз. Ол әрине бірнеше өзгерістерге ұшырады. Ол айтайық, 1998 жылы өзгерту мен толықтырулар жасалды Конституцияға, одан кейін 2007 жылы, 2011 жылы және 2017 жылы. Енді тағы да бір артықшылығын айтып кету керек Қазақстан Республикасы Конституциясының. Оның осы Конституцияда былай деп белгіленген: адам құқықтары, бостандықтары мемлекеттің ең басты құндылықтары болып есептеледі деген. Ол әрине көрініс табуда, өйткені Конституцияны қарасақ, бірінші тараулары осы адам құқықтары мен бостандықтарына арналған деп айтуға болады. Енді демократиялық мемлекет ретінде Қазақстан Республикасының аса маңызды қағидаларының бірі ол қоғамдық келісім және саяси тұрақтылық. Енді саяси тұрақтылық туралы айтатын болсақ, біздің қоғамда әртүрлі мемлекет, одан кейін қоғам, одан кейін әртүрлі институттар бар дейміз. Осының арасында бір мақсатта әрекет ету, бір мақсатта сол саяси құқықтық көзқарасты жүзеге асыру, осы қоғамдық саяси тұрақтылықты белгілейді дейміз. Енді қоғамдық келісімге келетін болсақ, біздің қоғам әртүрлі этностан, әртүрлі діни наным мен сенімнен тұрады дейміз. Бұл жерде де қоғамдық келісім болмаса, ешқандай нәтижеге жетуге болмайды дейміз. Сонымен қатар мемлекеттің ішкі саясатының негізгі бағыттарының бірі бұл бейбітшілікті қамтамасыз ету және халықтар арасындағы келісім. Енді жалпы Қазақстанның ішкі саясатының өзегі ол әрине этникалық келісімді қамтамасыз ету болып табылады. Осы жерде біз Қазақстан Республикасы Конституциясының кіріспесін еске түсіруімізге болады. Ол жерде айтылған, біз ортақ тарихи тағдырмен біріктірілген Қазақстан халқы өзімізді бейбітшілік сүйетін азаматтық қоғам ретінде тани отырып, әлемдік қоғамдастықта лайықты орын алуды көздей отырып, келешек ұрпақтың алдында жауапкершілікті сезіне отырып, осы Конституцияны қабылдаймыз делінген. Әрине бұл сөзден не ойға болады? Біздің Қазақстан Республикасы көпұлтты бола тұра, оның бір мақсаты, ол тек қана бір мақсат, келешектегі ұрпаққа жан-жақты дамыған, лайықты өмір сүруге мемлекетті ізімізден қалдыруымыз керек деген мақсатты көздейді дейміз. Енді Қазақстан Республикасы көп ұлтты ел бола тұра, этникалық, конфессия аралық келісімнің ерекше моделін құрды деп айтуға болады. Ол сіздер білесіздер, Қазақстан халқының ассамблеясы 1 март 1995 жылы Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен осы ұйым құрылды. Енді бұл ұйымның негізгі мақсаты ол қазақстандық патриотизм және Қазақстанда этника аралық келісімді қамтамасыз ету болып табылады дейміз. Енді қазіргі таңда Қазақстан Халқы Ассамблеясының орны саяси қоғамдық жүйеде өте зор дейміз. Бір жағынан бұл құрылым, қандай құрылым? Әрине этностардың өкілдерін біріктіріп отыратын және олардың арасындағы белгілі бір балансты қолдайтын құрылым болып табылады. Екіншіден, билік пен осы этнос топтарының арасындағы диалогтық алаң болып табылады. Яғни, парламентке өзінің этникалық топтардың мүдделерін қорғайтын өкілдік ету арқылы әрине билікке сол өзі этностардың өзінің мүддесін жеткізеді деп айтамыз. Сонымен қатар Қазақстан Халқы Ассамблеясы ұлттық
саясатты жүзеге асырушы ұйым дейміз. Онымен қатар Қазақстан Республикасында саяси, қоғамдық тұрақтылықты қамтамасыз ететін құрылым болып табылады дейміз. Енді Қазақстан халқының ассамблеясы Қазақстан Республикасы Конституциясының қағидаларын орындай отырып, сонымен қатар халықтар арасында келісімді белгілей отырып, біздің Қазақстан Республикасын халықаралық аренада үлкен бедел алуына ықпал етеді дейміз.